Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Қазына кезет каналына қош келдіңіздер. Біз бүгін Ұшар ханның баласы атты ертегінің екінші бөлімін тыңдайтын боламыз. Ендеше құлақ түрейік. Екеуі күн жүреді, түн жүреді, ашығады, зарығады, тарығады. Нелер қиын қыстау жолдардан өтіп келе жатқанда, екі ат көтере алмаған, екі ағаш атқа қатар мінген, екі аяғы жолды сызып келе жатқан бір дәуге кез болады. Жолыңыз болсын, дейді бала. Дәу үндемейді. Қайда барасыз, дейді бала. Дәу тағы да үндемейді. Бала ашуланып кетіп, тілің күрмелген не деген пендесің, деп айқай салады. Сонда дәу ашуланып, тарт тіліңді, мен пенде емеспін, Жандыбатыр деген дәумен күресуге бара жатқан дәумін, дейді. Бала бұл дәуге де, алдымен мені жықсаң, оны да жығасың. Ол үшін тәуекелге бел байлап, менімен күрес, дейді. Мен инелікке ұқсаған жандармен күреспеймін. Сендермен күресу маған ұят. Соған бола атымнан түсіп, әуре болар жайым жоқ. Жолымнан қалдырма, дейді дәу. Сонда бала тұрып, сорлы дәуім, артық бейнет көріп, аяғыңның басы ұстараның жүзіндей болып қайтқың келсе, жолың болсын, дейді. Олай болса, сені бір өлім түртіп тұрған шығар, кел, деп дәу шіреніп ағаш атынан түседі. Бірінші кезек тағы да балаға тиеді. Бала аясын ба, адам орнына көрмей мазақ қып тұрған дәуді әуеге 3 рет қатарынан лақтырып жіберіп, 3 рет қағып алды да жерге қойды. Ендігі кезек дәуге тиді. Дәу баланың белінен ұстап, әрі әлектеніп, бері әлектеніп, баланы орнынан қозғалта алмай, екі мұрнынан шүмектеп қаны сорғалайды. Сонан соң дәу, мен саған ризамын, мен дәумін деп жүрсем, менен де зор дәулер бар екен ғой. Ықтиярың өзіңде, не қылсаң да өзің біл, деп балаға жалынады. Бала оған ешқандай жауап қатпай, келе жатқан сапарын айтып, бұл екінші дәудің кім екенін, қай шаһардан келе жатқанын және қандай өнерінің барлығын сұрайды. Дәу оған өз жерінде 6 аты шығып, күресте өзіне ешбір дәу шақ келмеген соң, әдейі сол Жандыбатырмен күрескелі бара жатқанын және өзінің кітапқа қарап біреудің өлген тірілгенін, күніне жер жүзінде қанша кісі өліп, қанша кісі туатынын біліп отыратын өнері барлығын баяндайды. Мұны естіген бала дәудің өнеріне таң тамаша қалып, тарыққан кезде бір іске жарар деген оймен, бұл дәуді де өзіне дос қылып алады. Үшеуі тағы да кете барады. Нелер күн өтіп, нелер жұмалар, нелер айлар өтеді. Бұлар бірнеше шөлдерден, неше таулар мен сулардан өтеді. Бұлар келе жатып жазық жолға шығады. Алдарынан көз көрім жерде бір тау көрінеді. Бұлар енді сол тауға қарай жүре бастайды. Тауға жақындаған сайын жаңағы тау бұларға қарай жүріп келе жатқан сияқты болады. Бұл үшеуі тауға жақындаған кезде, тау дегені нақ таудай үлкен дәу болып шығады. Бұл дәуге жеткен соң үшеуі оған сәлем береді. Жол болсын, дәуім, дейді бала. Жандыбатыр деген ермен күрескелі барамын, дейді дәу. Олай болса, Жандыбатырдан бұрын менімен күресіңіз. Мені жықсаңыз, оны да жығасыз, дейді бала. Оған дәу ашуланып, сендей инелікпен күресіп уақыт өткізбеймін, деп жауабын бірақ қайырды да жүре берді. Күшіңді жинап, күресуге бара жатқан кісіңді таба алмай, оны іздеп сергелденге түсіп қайтуға асықсаң, жолың болсын, деп бала мазақ қылып күледі. Дәу баланың сөзіне шыдамай ашуланып, әй, не дейсің, бері келші, жағаңнан сілкіп жерге тығып жіберейін, деп күресуге ыңғайланады. Бірінші кезекті бала алмай дәуге береді. Дәу баланы аспанға қатарынан 3 рет атып жібереді. Бірақ қағып ала алмай құлап қалады. Кезек балаға келгенде, бала ашумен дәудің белінен ұстап, жерге соққанда, дәу тізесінен жерге кіреді. Дәуді суырып алғанда дәу есеңгіреп қалады.
Өмірінде мұндай соққы көрмеген дәу баланың күшіне риза болып, қол беріп, дос болуды сұрайды. Бала ашуын басып, дәудің кім екенін, қай шаһардан келе жатқанын, қандай өнерінің барлығын сұрайды. Дәу басынан кешкен өмір баянын тегіс айтып шығады, және өзінің суға түсіп кеткен инені де тауып аларлық сушылық қасиеті бар екенін айтады. Сонымен бұл екеуі қол алысып, төс қағысып дос болады. Енді Жанды батыр 4 кісі болып ілгері жолға шығады. Бұл төртеуі бірнеше күн жүргеннен кейін бір шаһарға келеді. Шаһардың шет жағындағы бір шайханаға түседі. Күн бата жолаушылар шайхананың түбіне тігулі отауды, оның ішіне жиналған жасауларды, байланған 10 шақты қой, тағы да басқа нәрселердің әкелініп қойғанын көреді. Бала шайханашыдан: «Мынау не қылған заттар, мұны не үшін істеп жатыр?» деп сұрайды. «Мұны білмейтін кімсіңдер?» дейді шайханашы. «Біз бір жүрген мүсәпірміз» дейді бала. «Олай деп айтушы болмаңдар, айдаһардың аузына түсіп кетесіңдер. Өйткені мынау берілейін деп отырған заттар патшаның жұмасына бір рет беріп тұратын борышы. Бұл заттарды жұма сайын таң ата айдаһар келіп жұтады. Егер бұл қарызды өтеп тұрмаса, бүкіл елді жұтып жіберуіден тайынбайды» дейді шайханашы. Мұны естіген бала түні бойы ұйқылы ояу жатып, таң атар мезгілде жолдастарына білдіртпей, айдаһардың келетін жолына қарай сытылып шығып кетеді де, айдаһардың жолын тосып отырады. Бір уақытта борандатып, дауылдатып келе жатқан айдаһардың дауысы естілді. Артынша айдаһар да келіп жетеді. Сол кезде Жанды батыр ұлтарағының астына салып сақтайтын 40 құлаш семсерді суырып алып, айдаһардың алдына қарама-қарсы шығады. Айдаһар да көмейінен ашып келе жатқан екен, баланы көрген жерде семсер-мемсермен жұтып жіберді. Бала 40 құлаш семсердің көлденең ұстап тұра қалған екен, семсер айдаһарды 2 бөліп түседі. Бала айдаһарды өлтіргеннің белгісі үшін оның жонынан 2 тілім таспа алып қалтасына салып алады да, сөйтеді де еш адамға білдірместен жолдастарының қасына келіп жатады. Құрметті оқырмандар, бүгінгі біздің ертегіміздің 2 бөлімі осымен тәмамдалды. Келесі бөлімін жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қойыңыздар. Жақсы пікір қалдырыңыздар. Келесі кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.